Salam jiki wow. Lay mening aynalar korsan faydan gana kimisi faydan geçarman bir kaypam kara wine ağanın Hyundai Avente avtokөлігі Қазақстандық тіркеудегі көлік. Toyota автокөлігі мінекей. Көрейін не? Салонда кімдері отырып чотамын деген сияқты. Бәрі қашып. Ассалаумағалейкум армысыздар. СТВ Channel әмбебаптық YouTube арнасының тұрақты көрермендері. Бүгін сәрсенбі 26 қаңтар 2022 жыл. Әдеттегіше біз қазір Түркістан қаласының Алтынбұлақ автокөлік базарында тұрмыз. Сіздер үшін бүгінгі базардың бағасы қандай, осы туралы сіздерге мәлімет беретін боламыз. Біздің арнадан алыстамаңыздар, біз сіздермен әрқашанда қызмет жасайтын боламыз. Лайкты аямаңыздар ағайындар. Біз бастадық түсірілімізді. Hyundai Avente автокөлігі Қазақстандық тіркеудегі көлік. Дискісі титановый екен міне. Доңғалақтары, протекторлары қысқа, жейілмеген, міне салоны, терезе көтергіштері кнопка міне екен. Салон таза. Кондиционер істеп тұр ғой, шақырылма қандай пробегі жүрілген? Пробегі шиток приборды көрейік. Қазір көрейік міне. Донус дейді, донус мотор. 356 мың шақырым жүрілген. Жылы қандай жылы? 1996 жылы шығарылған екен. Көрейік, ашып көрейік. Ішінде кондиционері бар, міне мотор таза. Бағасының қанша деп отырсыз? 1,5 миллион. Келісім бар. Келісім бағасы бар 1,5 миллион теңге. Сұрауымыз. Осы көлікке қызсаңыздар, ұялы телефонды айтып жіберсеңіз. 802 702 883 883 2010. 2010. Осы ұялы телефон хабарласуға болады ағайындар. Рахмет, саудаңыз. Келесі Mercedes автокөлігі Қазақстандық тіркеуде. Бағасы 1.700.000 теңгеге бағаланып тұр дейді. 91 жылы шығарылған, қозғалтқыш күші 2.3. Ұялы телефоны 8708 597 74 37. Міне ұялы телефонына хабарласуға болады. Осы Mercedesке қызсаңыздар 2.3 қозғалтқыш күші. Келесі жандағы көлік Nexia автокөлігі 2009 жылы шығарылған дейді. Шанақ көліктерінде азын-аулақ жұмыстары бар. Мінеке 1 миллион теңгеге бағаланып тұр. Саудасы бар дейді. Ұялы телефоны 8701 479 44 48. Сыртына жазып кеткен екен. Осы нөмірге хабарласуға болады. Келесі Opel автокөлігі қызыл түсті екен. Қазақстандық тіркеуде. Тіркеуде көліктер бағасын міне қағазға жазып қалдырған екен. 91 жылы шығарылған, қозғалтқыш күші 1.8 механика дейді. Бағасы неше бағасы? Қанша? 850? 850 мың теңгеге. Ұялы телефонына шанағында шіргетін жерлері бар. Ұялы телефоны 8771 620 0005. Ұялы телефонына хабарласуға болады. Осы Opel'ге қызсаңыздар. Audi автокөлігі жасыл түсті, универсал типтегі. Жылы қандай? 94 жылы шығарылған. Бағасы неше деп отырсыз? 2 миллион болады. 2 миллион. Ұялы телефонды айтып жіберсеңіз. 8775 071 071 45 99. 45 99, иә? Мінекей ұялы телефон алдық. Осы Audиға қызсаңыздар қалған мәліметті жаңа айтылған ұялы телефонға хабарласуға болады. Қозғалтқыш күші қанша? 2.8 объемы. Жақсы, рахмет. Mercedes автокөлігі міне. Нөмір тағылмаған. Қазақстан ғой, Қазақстандық тіркеудегі көлік. Объемы қандай? 2.3 қозғалтқыш күші. Беріліс қорабы механика ма? Автомат па? Беріліс қорабы автомат, отын түрі газ, бензин дейді.
Салоны көрініп тұр, таза. Өзінің бұрынғы Мерседестің салоны 2-3 түсі қара дейді. Мінекей. Кондиционер бар ма? Кондиционер жоқ. Жылы қандай дедіңіз? 92 жылы шығарылған. Бағасы неше деп жатсыз? 1,5 миллион. 1,5 миллион теңгеге бағаланып тұр, саудасы бар. Саудаласам деушілерге ұялы телефонын айтып жүрсеңіз. 8700 220 02 14. 220 02 14, мінекей. Ұялы телефон сұрадық. Осы ұялы телефон хабарласуға болады. Рахмет, саудаңыз болсын. ВАЗ автокөлігі 14. Ақ түсті. Көлік көз татып тұрған көліктің бірі, міне мотор жағы тап-таза. Ешқандай мін жоқ. Жылы қандай жылы? 12 миллион. 12 жылғы, иә? 12 жылы шығарылған дейді, бағасы 2 миллион. Саудаласам деушілерге әрине сауда бар. Мінекей шанағында ешқандай мін жоқ. Ұрылған жерлері көрінбейді, тап-таза. Салоны да таза көрініп тұр. Бағасы 2 миллион. Ұялы телефон сұрақ көреміз. Ұялы телефон айтып жүрсеңіз. 775 8 775 431 431 50 01. 50 01 ұялы телефонына хабарласуға болады, осы көлікке қызықсаңыздар. Раван автокөлігі 2019 жылы шығарылған дейді. Өзінің краскасы ешқандай ұрылған, жөнделтілген шанақ бөлігінде жері жоқ. Беріліс қорабы механика, салоны таза, 2019 жылы шығарылған. Терезе көтергіштері кнопка мінеген. Кондиционер бар ғой? Кондиционер барлығы бар. Бағасы неше деп отырсыздар? 8 деп атпа, саудасы бар. 4 миллион 800 мыңға бағаланып тұр, саудасы бар. Саудаласам деушілерге ұялы телефонды айтып жүрсеңіз. 702 8 702 383 383 66 51. 66 51 ұялы телефоны. Хабарласыңыздар, осы көліктің иесі болыңыздар ағайындар. Рахмет. Мына көлікті адамдар көріп жатыр, біз де көріп кетейік. Иесі кім көліктің? Сіз ба? Мен. Сіз ба? Неше деп отырсыз? 1,600,000 деп алdım. 1 миллион 600, жылы қандай? 90 жылы. 1990 жылы, бірақ жағдайы жақсы екен көрініп тұр. 1 миллион 600 дейді, беріліс қорабы механика, бұл механик. Автомат па бұл? Автомат дейді, міне салон. Мінекей автомат. 90 жылы шығарылған. Доңғалақтары титаны дейді. Багажы бар, жоғарда, астында. Ұялы телефон айтып жүресіз бе қысқанда? 875 861 55 54. 55-54 мінекей ұялы телефон алдық. Осы көлікке қызсаңыздар, хабарласыңыздар. Қалған мәлімет сол телефоннан аласыздар ұялы телефон. Жақсы саудаңыз болсын. Келесі Volkswagen Golf автокөлігі. Мәліметті қағазға жазып қалдырған екен, 2 миллион дейді бағасы. Бағасы 2 миллион 98 жылы шығарылған дейді. 1.9 турбо. Ұялы телефоны жанында көрінбей тұр. Сіз ма? Я қазына. Телефон. Ұялы телефон 8 701 382 09 99. Хабарласуларыңызға болады. Келесі Gentry автокөлігі Қазақстандық тіркеуде 4 миллион 600 мың теңге дейді. 1.5 қозғалтқыш күші 2014 жылы шығарылған. Ұялы телефоны 8 705 434 25 25. Gentry автокөлігі. Келесі Cobalt автокөлігі Chevrolet Cobalt Қазақстандық тіркеуде, түсі ақ. Түсі ақ екен, механика, автомат беріліс қорабы, кешіресіздер.
Жағдай жақсы, кондиционер барлығы бар. Соңғы модельде, соңғы үлгідегі көлік, терезе көтергіштері кнопкамен, дискісі титановый. Доңғалақтардың протекторлары жейілмеген. Қанша шақырым жүрген? 2800 шақырым жүрген дейді. Бағасы неше осы? 7,5 сұрап жатырмын. 7 миллион 500 мың теңге сұрап жатыр, саудасы бар әрине. Саудаласам деушілерге ұялы телефонын айтып жіберсеңіз. 837 532 77 13. 77-13. Қалған мәліметтер сол ұялы телефоннан біліп сұрауға болады. Рахмет, саудаңыз болсын. Toyota автокөлігі мінекей. Шамағында ұрылған жерлері жоқ. Елу автокөлігі Toyota Camry 2012 жылы шығарылған. Қозғалтқыш күші 2.5. Беріліс қорабы автомат екен. Жапон мемлекетінен әкелінген дейді. Бағасы 11 миллион теңге. Ұялы телефоны 8778 937 54 54 ұялы телефонына хабарлассаңыздар, мінекей. Осы Toyota Camry туралы қалған мәліметтер сол ұялы телефоны ала аласыздар ағайындар. Мінекей келесі көлік ВАЗ автокөлігі. Жағдайы керемет. Қазақстан тіркеусіз кім? Нешеде осы бағасы? 650. 650 мың теңге бағаланып тұр. Жылы қандай жылы? 80. 1980 жылы шығарылған екен. 650 мың теңге. Қазір ұялы телефонын сұрап көреміз. Қазір салонды көрейін де. Салонда кімдері отыр, что там деген сияқты. Бәрі қашып кетеді. Жағдай жақсы. Телефонды айтып жіберсең, ұялы. 8700 600 0708. 600 0708 мінекей ұялы телефонын хабарлассаңыздар, байланысқа шықсаңыздар, осы көлік туралы қалған мәлімет ала аласыздар. 650 мың теңге. Жақсы, саудаңыз болсын. Mercedes автокөлігі мінекей. Келесі көлік. Дискісі титановый. Жағдайы жақсы екен. 230 дейді. 2.3 қозғалтқыш күші. 91 жылы шығарылған механика беріліс қорабы. Келісемізде 1 миллион 600 мың теңге бағаланып тұр. Ұялы телефоны 8747 090 29 35. Ұялы телефонына хабарласуға болады. Келесі 14 ресейлік тіркеуде көлік 1 миллион теңге дейді бағасы. 2011 жылы шығарылған. Ұялы телефоны 877 813 85 кешіресіздер. 877 813 86 мінекей ұялы телефон. Келесі Audi автокөлігі сатылады дейді, бірақ бағасын жазбаған екен. Ұялы телефон қалдырамыз. Қызықсаңыздар байланысқа шығуға болады жаңа ұялы телефонға. 8778 345 20 00 ұялы телефонға хабарласуға болады. Opel Astra автокөлігі. Мінекей шаруа көлік. Былайша айтқанда шанағында жұмыстары бар. Мотор жақсы ғой, Иә, мотор 1.6 дейді. Мінекей кузовта жұмыстары бар. Opel Astra автокөлігі. Бағасы неше деп отырсыз? Бағасы 600 деп отырмын, келісеміз. 600 мың теңге бағаланып тұр, келісім бағасы бар. Ұялы телефонды айтып жіберсең? 8776 Иә. 837 1130. 1130 мінекей ұялы телефон хабарласуға болады. Келесі көлік Opel 91 жылы шығарылған. 1.8 қозғалтқыш күші, бағасы бағасы 800 мың теңге дейді. Ұялы телефоны 8771 974 55 71. Ұялы телефон хабарлассаңыздар болады. Осы Opel туралы мәлімет ала аласыздар ағайындар.
Келесі көлік Mercedes автокөлігі 90-шы жылы шығарылған дейді. 2.3 қозғалтқыш күші. Бағасы 1.300.000 теңге бағаланып тұр. Ұялы телефоны 875 268 81 01. Мінекей көрермендер, бүгінгі базарға келген көліктердің түрі осындай. Аз болса да сіздерге азын-аулақ мәлімет бере кеттік. Біздің арана қоштаспаңыздар. Келесі кездескенде сау саламатта болыңыздар. Әрқашан еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.